Сіздермен мен Жанерке Сағымжан, Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің осы аптадағы айтулы жаңалықтармен таныстыратын боламын. Павлодар арнайы экономикалық аймағында 100-ден астам өнім түрі шығарылады. Өндірілген тауарлар Жапония, Оңтүстік Корея, Италия, Польша, Иран, Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан және Ресейге экспортталған. Экономикалық аймақ 2011 жылы құрылып, инвестициялық портфель 342,6 миллиард теңгені құрайтын 50 жобаны қамтиды. Сәйкесінше кәсіпорында 1805 жұмыс орны ашылып, 846,6 миллиард теңге инвестицияланған. Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінде ведомство басшысы Қайырбек Үскенбаевтың төрағалығымен аппараттық кеңес өтті. Жиналыста ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев берген тапсырмалардың орындалуы талқыланды. Министрліктің ақпарат басшысы Ерболат Мұқаев президенттің 188 тапсырмасының орындалуы бойынша қазірде 34-і бақылаудан алынып, 155-і орындалуда екенін жеткізді. Тәжікстанның авиациялық билік органдарымен бірлескен жұмыс нәтижесінде Қазақстан және Тәжікстан арасындағы тұрақты жолаушылар рейстерінің саны артып келеді. Осылайша Soman Air Тәжік әуе компаниясы 2022 жылдың 25 сәуірінен бастап Душанбеден Алматы қаласына халықаралық рейстерінің санын B737 типті әуе кемелерінің аптасына бір рейстен 2 рейске дейін арттыруды жоспарлап отыр. Сондай-ақ қазақстандық Air Астана әуе компаниясы 1 мамырдан бастап Душанбе және Алматы қалалары арасындағы рейстер санын аптасына 1 рейстен 3 рейске дейін және 1 маусымнан A320 әуе кемелері 3 рейстен 4 рейске дейін арттыруда жоспарлауда. Министрлікте Әлихан Бөкейхан және тәуелсіздік тағылымы тақырыбында ашық дәріс ұйымдастырылды. Кездесуге Алаш қозғалысының тарихын зерттеуші, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті ғылыми зерттеу институтының директоры Сұлтанхан Жүсіп және министрліктің қызметкерлері қатысты. Жиын барысында қоғам қайраткерінің өмірі мен шығармашылығы туралы айтылды. Сонымен қатар 2 сағатқа созылған іс-шараға қатысушылар тарапынан Алаш ардақтысының шығармашылығына деген асқан қызығушылық байқалды. Министр жұмыс сапарымен Атырау облысында болды. Сапар барысында министр өңір әкімі Серік Шапкеновпен бірге Атырау қаласын дамыту мәселелері бойынша Қазақстанның Q88 урбанистер қауымдастығымен кездесу өткізді. Одан әрі өңірді аралау барысында Қайырбек Үскенбаев облыс орталығында азаматтарды қабылдады. Министрмен кездесуге Жібек жолы және Ақмаржан тұрғын үй құрылыс кооперативі өкілдері мен көп балалы аналар қатысты. Күннің екінші жартысында министр Атырау Астрахан автожолдарын реконструкциялау жұмыстарының барысымен танысты. Апта жаңалықтарын 22-23 сәуірде елордада өткен шағын бақ өкілдерінің арасындағы Мир пресс-кап футбол турнирімен қорытындылаймыз. Министрлік ұйымдастырумен өткен іс-шараның мақсаты бақ өкілдерінің басын қосып, редакциялар арасындағы серіктестікті нығайту және өзара таныстығын арттыру болды. Турнирге қатысуға еліміздің аймақтары мен орталықтарының барлығы 18 командадан өтініш білдіріп 4 топқа бөлінді. Өз топтарының жоғары көрсеткіштеріне қол жеткізген 2 команда плей-офф кезеңде жолдама алады. Ал жарыс Нұр-Сұлтан қаласындағы Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің University Sports Center спорт кешенінде өткізілді. Біз сипаттаған министрліктің осы аптадағы негізгі жаңалықтар осындай. Амандықта жүздескенше.